Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тез дайын болатын, әрі жасалу жолы оңай және де дәмді болып шығатын үй жағдайында печенье дайындаймыз. Қарасаңыздаршы, бұл жерде біздің печеньеміздің сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шықты және де өте дәмді болып шықты. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз, сосын барып 170 грамм шекерімізді салып, және де кішкене тұзымызды қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Осы печеньенің толық құрамын видеоның астына қалдыратын боламын, сол жерден көріңіздер. Жұмыртқамызды жақсылап тұрып араластырып болған соң, келесі кезекте сары майдың кезегі. Менде бұл жерде 100 грамм сары майды ерітіп қостым. Бұл жерде сіздер сары май немесе пісте май қоссаңыздар болады. Үйлеріңізде ванилин бар болса, осындай 1 пакет ванилин қоссаңыздар болады. Егер жоқ болса, қоспасаңыздар да болады. Келесі кезекте ұнның кезегі. Ұнды мен 3 бөлікке бөліп барып қостым. Бірінші бөлігін қосып, електен өткізіп болған соң, 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, мен осы печеньеге барлығы 300 грамм ұн қостым. Бұл жерде ұнымыздың екінші жартысын қосып, електен өткіземіз. Ұнымыздың екінші жартысын қосып, араластырып бастаған кезде бұл жерде қамыр болып бастады. Ары қарай қолмен араластырсаңыздар болады. Мен бұл жерде ұнның 3-ші бөлігін қосып жатырмын. Әрине міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Сосын қолдың көмегімен қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Достар, мен бұл жерде тағы да қайталап айтамын. Маған осылай қолға жабыспайтын қамыр болып шығу үшін барлығы 300 грамм ұн кетті. Сіздерде көп кетуі мүмкін. 330 кетуі мүмкін. Немесе тіпті 350 грамм ұн кетуі мүмкін. Сол үшін де ұнды 2-3 бөлікке бөліп барып қосыңыздар. Келесі кезекте осы қамырымыздан кішкентай шариктер жасаймыз. Бұл жердегі мендегі 1 шаригім 19-20 грамм. Осы менің қамырымнан менде барлығы 33 шарик шықты. Және де осы шариктардың барлығы 20 граммнан. Мінеки достар, қамырыңыздан осындай көптеген шариктерді шығарасыздар. Ал енді 1 шаригімізді аламыз да қант ұнтағына аунатып аламыз. Бұл жердегі біздің қамырымыздың барлық шеті қант ұнтағына аунатылу қажет. Қант ұнтағына аунатылған қамырларымызды табамыздың үстіне қоямыз. Бұл жерде біз міндетті түрде пергамент қағазын төсейміз да, соның үстіне қамырларымызды қойып шығамыз. Енді осы қамырымызды, яғни печеньемізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіреміз. Бұл жерде менің печеньем 25 минутта пісті. Қараңыздар, сіздердің печеньелеріңіз осылай қызарып пісуі қажет. Және де естеріңізде болсын, сіздердің пештеріңіз басқа болуы мүмкін. Сол үшін де печеньелеріңізді таймерға қойып барып пісіріңіздер. Печеньенің ортасын бөліп көрсетейін. Қараңыздар, печеньенің сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ, өте дәмді болып шыққан. Осы печеньені міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.